Негізгі матаның алдыңғы бөлігін бір-біріне жалғаймыз. Булавкамен қыстырып аламыз бірінші барлығын. Палочка көрсеткен жерін барлығын тігіп шығамыз. Енді екінші жағында қыстырып шығайық сразу. Енді машинкаға тігеміз. Бастамас бұрын закрепка береміз. Сөйтіп булавканы алып отырып, асықпай 3,5 сантиметрге қоямыз машинкамызды. Міне бір жағын тігіп алдық. Енді екінші жағын тігеміз. Асты жағынан бастап закрепка беруді ұмытпаймыз. Енді тіккен жерімізді екіге айырып жақсылап үтіктейміз. Басатын заттарыңыз болса, сонымен басып жүрген жақсы жатады сонда. Көкірек тұсына рассечка береміз. Тігіске 1-2 мм жетпей, солай кішкене қиып жібереміз. Енді артқы бөлігін дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Бірінші булавкамен қадап алайық. Енді артқы бойды да алдыңғы бойдық сияқты доғал жерлерін рассечка береміз де екіге айырып үтіктейміз. Енді артқы бөлік пен алдыңғы бөлікті бір-біріне біріктіреміз. Видеода көрсетілгендей бірінші жан бөліктерін және иық бөліктерін бір-біріне біріктіріп тігіп шығамыз. Енді сол тіккен жерлерімізді екіге айырып үтіктеп шығамыз. Мен ол жерін видеоға түсірмеппін.